Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осы вупи пай деген тортты пісіретін боламыз. Қонаққа пісіргендіктен кесіп көрсете алмадым. Давайте сразу бастайық. Ең бірінші біз осындай мискамызды алып, ішіне 4 жұмыртқамызды жарып аламыз. Менде обычный средний 4 жұмыртқа. Оған қантымызды қосамыз. Енді жақсылап миксермен араластырамыз. Біздің жұмыртқамыз кәдімгідей көпіріп, күшті болу керек. Міне осындай болып шығады. Одан кейін бөлек ыдысқа осылай сары май мен шоколадты ерітеміз. Менде Альпен Гольд. Қазақстанда да қолдансаңыздар болады. Күшті шығады тоже. Осылай микроволновкада кішкене ерітіп, осы массамызға қосатын боламыз. Одан кейін осының барлығын тағда миксермен жақсылап біріккенше араластыратын боламыз. Бізде осындай шоколадный әдемі түс шығу керек. Осылай араластырып болғаннан кейін енді біз қазір сухой ингредиенттер қосамыз. Бұл жерде ұн, какао және осындай разрыхлитель қосамыз. Разрыхлитель обязательно осы ұнмен бірге қосыңыздар. Кішігірім араластырып жібереміз басында осылай миксердің венчикмен әйтпесе барлық жаққа шашырап кетеді. Енді осылай жақсылап миксермен араластырып аламыз. Бізде күшті шоколадный әдемі осындай қою масса шығу керек. Біраз минут араластырамыз. Одан кейін консистенциясына мән бересіздер міндетті түрде. Осындай видеодағыдай қою орташа болу керек. Енді пергаменттерімізді дайындаймыз. Менде Поклан деген фирманікі. Маған өзіме осы пергаменттер ұнайды. Жабыспайды, өте күшті, качественный. Осылай кесіп аламыз. Енді қазір мен осы форманың көмегімен осындай дөңгелек іздер салып алатын боламын. Қараңыздар, видеодағыдай астыңғы бөлігін ең астына қойып пергаментті басып алдым. Осындай бізде дөңгелек форма шығады. Мен 4 корж пісіретін болам. 3 деп пісірсеңіздер болады. 3 болса, онда кішкене олар биік болып шығады. Тоже можно. Өз еріктеріңіз. Мен 4-ге осылай 4-5 қасықтан осылай бөліп шықтым. Енді дөңгелектің барлық көлеміне осылай тестаны ақырындап жайып шығамыз. Қасықпен немесе шпатель болса, шпательдің көмегімен мен обычно осылай қасықпен жайып шықтым барлық корждарды. Енді духовкаға салып 7-8 минут пісіріп аламыз. Піскеннен кейін міндетті түрде суытамыз. Ал оған дейін біз кремін жасайық. Мына жерде менде творожный сыр. Творожный сырды бірінші жақсылап тұрып сахарный пудрамен бірге қоюланғанша араластырып аламыз. Яғни біріккенше дейін. Осы жерде кішігірім қосамыз. Барлығы описаниеда жазылып тұр айтпақшы. Миксерді осылай орташа скоростьпен араластырдым. Осылай біріктіріп аламыз. Содан кейін ғана уже біздің сливкемізді қосатын боламыз. Менде осындай 2 алдым. Үлкені болмады. Осылай бөлек ыдысқа алып қойыңыздар. Бұл бізге қазір үстіне глазурға керек. Шоколадныйға, ганашқа. Одан кейін сливкемізді құямыз. Барлығын бірден құйдым. Енді ақырын скоростьтан бастап біртіндеп көбейте береміз. Осылай бірнеше минут араластырамыз. Қоюланады. Сол кезде ақырындап креміміз пайда бола бастайды. Қатты көп араластырып қоймаңыздар. Міне осылай дайын болады. Одан кейін мен мына жақта пергаменттен барлық корждарымды босатып жатырмын. Қараңыздар, прям күшті, оңай алынады. Енді түзу болу үшін осылай кольцомен бір диаметрге келтіріп, жан-жақтарын алып тастадым. Корж өте күшті шықты, жұмсақ, иісі вообще күшті. Енді жинайтын боламыз. Бірінші осылай кондитерский мешокқа біздің кремімізді саламыз. Көп емес, енді кішкене бөлігін, бұл бізге жаңағы шариктарды жасау үшін керек. Осылай салып алдым. Және насадка болса, вообще күшті насадкамен қолдансаңыздар болады. Енді мен жай ғана пісіргендіктен насадкасыз осылай жай ғана басын кесіп жасадым. Бірінші коржымызды салып, осылай ақырындап шариктарды жасап бастаймыз. Мен енді кондитер емеспін. Сол себепті жай ғана өзім білгенше ғана жасадым. Үй жағдайында болғандықтан, өзімізге болғандықтан осылай жасадым. Осылай кезек-кезек шариктарды жасап шығамыз. Барлық корждарға қатты шетке қарай жасап қоймаңыздар, әйтпесе крем ағып кетеді. Одан кейін ортасына кәдімгі обычный способпен осылай кремді жағамыз. Келесі коржды қоямыз.
осылай тағы да шариктарымызды жасаймыз. Осылай кезек-кезек жасаймыз. Ең соңында бағанағы сливкемізге шоколад қосып, кішкене ерітіп, осылай бетіне глазурь немесе ганаш дейді, осылай жасап шығамыз. Және қалауларыңызша әдемілейсіздер. Кейін уже холодильникке біраз уақытқа қойып қоятын боламыз. Біздің тортымыз дайын. Осындай әдемі болып шығады. Өзіме қатты ұнады. Дәмі де күшті шықты. Негізі мен сіздерге кесіп көрсете алмадым, өйткені қонаққа пісіргендіктен кескен кезде мүлдем ұмытып кеттім. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Всем пока.